Армысыздар қазақ елі. Енді біз бәріміз білетініміз, Кенесары хан бабамыздың басын орыстар шапқызып еліне алдырды. Ол мына туған мекенінен, өзінің билеп отырған жерінен басын алып кетті. Былайша айтқанда қазақтың денесінен, басын денесінен айырды қазақ елінің. Енді ол негізі Кенесары хан ғана емес, бұл жерде оған дейін Қасым ханның зиратын қопартқызып, оның сүйегін, сол жердегі зираттағы адамдардың барлығын сүйегін қосып өртеткізіп суға ағызып жібергені тарихтан белгілі. Оны да жасаған осы орыстардың қолымен жасалды. Ол Батыс Қазақстанда болды. Енді бұның барлығы не үшін жасалады негізінде? Бұның барлығы елдің қуатынан айырып, рухынан айыру үшін, елді електеу үшін жасалады екен. Ресей империясында осы уақытта 38.500 адамның басы бар екен. Билеушілердің, хандардың, сондай батырлардың, әрбір отарлап алған елдеріндегі адамдардың басын шауып солай жинай берген. Не үшін жинай берген оны? Өйткені ол сол елдің сағын сындыру үшін, сол елді електеп алу үшін. Мысалға мынау Манчжурия Қытайларды билеп келді. 20 ғасырдың басында Манчжурияның дәуірі бітті. Сол кезде Қытайлар не істеді? Манчжурлардың осыған дейінгі бабаларының зираттарын, олар императорлар ғой кезіндегі, сол императорларының зираттарын қопарып, сүйектерін сыртқа шығарып тастаған, шашып тастаған. Манчжурлардың, жаңағы, ол манчжур деген көшпелі халықтар. Солардың бабаларының зиратын қопарып, сүйектерін шығарып тастаған. Не үшін? Өйткені ол ендігі ұрпақтарымен, жаңағы, ендігі ұрпақтарын аруағынан айыру, қуатынан айыру үшін жасалатын әдіс бұл. Мысалы, бізде мына Кенесары бабамыздың басының қайтпауының бір себебі осы. Енді бұл жердегі мәселе ең бұған дейін жасалатын бір әдіс, бір ісіміз бар әлі. Мысалы, бұл басты мәселе емес. Бұл әрбір қазақ өзінің рухынан айырылып қалған ата басын. Мешіттердің арқасында, имамдардың арқасында аруаққа сенуге болмайды, бір Аллаға ғана сыйыну керек, жаңағы деген ұғымдарменен біз қазір өзіміздің ата-бабаларымыздың қуатынан айырылып қалдық. Кезінде бабаларымыз қалай істеді? Олар аруақ деп жауға шапқан, өлімге қарсы шапқан аруақ деп. Әулиелі жерлерге жоқ қиналса, бір нәрсеге қолы жетпесе, мысалы ұрпағы керек, мысалы бір шешілмей тұрған қиналыстар болса, жанын күйзелтіп жүрсе, ол әулиенің басына барады. Зират бабалардың басына барады. Құрбан шалады. Анау Абыз ағамыз айтады, Тоқтар Абыз. Қазақта сөз бар ғой, өлі риза болмай, тірі байымайды дегенде. Соны ол кісі айтады, өлі риза болмай, тірі байыз таппайды дейді. Негізі солай екен. Сонда байыз таппайды деген сөз негізі өте қисынға келетін жақсы сөз. Байыз шыныменен, қазір біз мазасыздансақ қайда барамыз? Аруақ мазалайды, түсіңе кіреді, не істейсің? Мешітке барасың. Құран оқытасың, сонымен бір міндетіңнен құтылып қайтып келесің. Ол жерде имам саған айтады, сен Құдайға серік қоспа, аруақтар саған көмектеспейді дейді. Сөйтіп біз имамдар тыңдау арқылы осылай өзіміздің бабаларымыздың басына баруды да, құрмет етуді де, құрбан шалуды да бәрін қойдық. Біз қазір бір құрбан айт келеді, ол арабтардың аруағына құрбан шалынады, соған біз жапа тармағай бәріміз жабылып құрбан шаламыз. Ол қазақтың аруағы емес, ол арабтың діні арқылы келіп отқан арабтардың аруағы. Соған құрбан шаласыздар барлығымыз. Өзіңіздің ата-бабаңызға құрбан шаласыз ба? Сіз рухыңызды ояту үшін, қуатыңызды арттыру үшін сізді қолдап отырған тек қана өз ата-бабаларыңыз. Әрбір бабаларымыздың, әрбір рудың өзінің ұраны болды. Солай ма? Өзінің ұраны болды, ол өзінің ата-бабасы кезінде, өзінің туысы, былайша айтқанда, арғы жақтағы бір мықты бабасы. Сол бабасының атын ұрандап жауға шапқан бабаларымыз. Ол мысалға басқа рудың аруағының атын атамаған. Басқа ұлттың тұрмақ. Басқа қазақ болса да, басқа рудың да бабасының атын атап жауға шаппаған. Өзінің ата-бабаларының аруағының атымен ұрандаған. Бұл үлкен мәселе. Енді кезінде Томиристің киносында негізі кішкене тарихтан жырақтау жасалған кино екен. Бірақ ол жерде Томирис Кирға қарсы соғысу үшін өзінің халқының басын қоса алмаған. Көшпелі халық қой енді, көшпелілер. Олар соғысқысы келмейді, кетіп қала береді, көшіп кете береді, бағынбайды. Сонымен Кирға қарсы басын қоса алмайды. Сонда Томирис не істейді? Кир оған хат жазады ғой, сен елші жібереді, неге қашып жүрсің? Кел соғысайық дейді.
Сонда айтады, сен менің алапатымды көргің келсе, киелі жерлеріме тиісіп көр дейді. Киелі жерлері бұл қорғандар, бабаларының, әулиелерінің жатқан жерлері. Сонда сол жерлерге барып тиісіп қопара бастағанда көшпелілер жинала кеткен олар. Соны естіп, ол естімеген сұмдық нәрсе. Олар содан шошынған, олар жиналған, олар соған намыстары күйіп, сонда әскерінің басын құрап соғысқанда ақыры не болды? Ақырында Кир бүкіл әскерімен түгел жойылып кетті. Бабаларымыз солай жеңген. Сондағы оларды қозғаушы күш бұл жерде сол қорғандар, ол әруақтар, бабалары өзінің. Қараңыздар, осы болған. Ал бүгінгі кезде біздің елімізге Қытай кіріп жатса да, біздің бүкіл байлығымыз тоналып жатыр, біздің жеріміз сатылып жатыр, біздің бүкіл руханиятымыз тоналып жатыр қазір. Тапталып, біраз арабқа бір жағы кетіп жатса, бір жағы басқа жаңағы тілдерменен тапталып, жан-жаққа тарап жатыр. Енді ең соңғы адамның өзі бізді де донорлыққа қазір заң қабылданып жатыр. Былайша айтқанда, бізді де саудаға салады. Сонда да біз қозғалмаймыз, міз бақпаймыз. Не деген тірі өліктік бұл, түсінік. Не деген тірі өлік болып кеткенбіз біз. Не деген қорқыныш, не деген бұл жуастық, не деген ынжықтық бұл. Міне бұның барлығы рухтың өліп қалғандығы. Ол рухты ояту үшін өз ата-бабаларының әруағына басыңды иесің, қолдау сұрайсың солардан. Мен солай түсінемін. Негізі бұл түсінік қазақтың түсінігі. Біз өз болмысымызды қайтарсақ қана ел боламыз. Осы айтар.